Жоқ, тамашада жаңа Мисс 96-дағы менің образдарым ғой. Құдайберген біз шақырды. Соған біз өкіндік. Ішінде бір қызғанатын адамдар болуы мүмкін ғой. Біз енді талай эфирден қиылдық, жылап алатынбыз. Алматының артистері театрлар копировать етіп алып, идеяны ұрлап кетеді. Құдайберген аға мен Тұңғышбай ағаның несі бар ғой бір? Ол кісі де еленбей қалды. Сіздің тамаша тарихында өзіңізге ұнайтын, халыққа мықты өткен топ 3 интермедиа. Жаңа айттым, операция. Содан кейін Қопаргүл деген батыстың әйел Құдайберген Сұлтанбай Сокс ойнады. Орындайды. Ол Мисс 96 деген интермедиа. Мисс 96. Сосын тамашада үшінші Однемен сөйлесу. Оны да Құдайберген Сұлтанбай орындады ма? Онда Қадырбек Демесінов ойнады. Мықты кісі. Жалпы сол кездегі легендалардың бәрі ойнады ғой. Мен сол үлгеріп қалдым да соған. Ол кісілер содан кейін бірінен соң бірі енді Қадырбек ағаның сол қадірін түсінбеді. Әлі де түсініп кеткен жоқ. Негізі ол кісі әйтеуір қазір бар ғой. Ол кісі өте қарапайым, ол анадай бір несі жоқ. Екеуі сол кісімен неге бір коллаборация жасамайды бір концертінде? Бір эфир. Негізі кезінде біз Құдайбергенмен жасадық, Сұлтанбаевпен. Оның эфирі бар ма? Оның эфирін қиып Хабар қиып Хабар қиып Ол уақытта былай болды ғой. Мына телевидениелерде мынандай ұғым болды, жарнама болып кетеді дейді. Мысалы біз провинцияда тұрған театр, біз оны жарнамаламаймыз. Өнерді біз өз аяғымызда еңбегімізбен шығу керек екен да. Құдайберген біз шақырды, концертіне қатыстық, 3 интермедиамен араласып ойнадық. Сол үшеуін де қиып тастаған ғой. Соған біз өкіндік, бірақ халық күшті қабылдады. Оны арнайы біреу қидырып тастады ғой, хабарға бәрі ғой негізі. Бірақ арнадан деп ойламаймын. Арнаның продюсері ма, режиссері ма, ішінде бір қызғанатын адамдар болуы мүмкін ғой. Солай ғой. Біз енді талай эфирден қиылдық, талай ішіміз удай ашып жылап алатынбыз. Жақсы дүниеміз қалып қояды да, артынан Алматының артистері театрлар копировать етіп алып, идеяны ұрлап кетеді. Мен талай нәрседен ұрлап кетті ғой. Енді ұрлап кеткен әзілдерден өзім білемін ғой ішімнен. Оны сұраймын, орындаған адам өзі біледі ғой. Енді келеміз оған. Енді тамашада сіз мойындайтын сол тарихындағы топ 3 актер. Тамашадағы енді Құдайберген Сұлтанбаев, Лида Каденова, содан кейін Тоқсын Құлыбеков. Сіз несеңіз Тұңғышбай аға болды ма? Тұңғышбай аға, жоқ, Тұңғышбай ағамен қазірде де араласам ғой, таныс. Бірақ ол тамашада болған жоқ. Тамашада ол ертерек кетіп қалды. Ашылған жылдары. Мен 97-те бардым, тамаша 79-да ашылған. Құдайберген аға мен Тұңғышбай ағаның несі бар ғой бір образы, нағашы жиен. Ол тамаша жоқ, ол кезде мен 79-да мен нешеде? 10-дағы баламын ғой. Тамаша сол кезден бар ма сонда? 79-да құрылған. Тамашада біздің Ақтөбенің Бақыт Аитова деген біздің актриса апамыз бар. Сол ең бірінші тамашада орындаған. Ол кісі бар, шақыруға болады. Ол кісі де еленбей қалды. Сіз дайындап берген образдар болды ма? Апиток дейтін образдар ғой. Не тамашада? Соның бір сіздің қатысыңыздар образдар ма? Мына образға мен көмектескем. Жоқ, тамашада жаңа Мисс 96-дағы менің образдарым ғой. Қопаргүл, батыстың қызы, жүрген жерін қопаратын. Пістегүл, шемшік шаға беретін саудагер, оңтүстіктің қызы. Ибангүл дейді, жаңа солтүстік Қазақстан, орыс тілді қазақ. Оның бәрін Құдайберген Сұлтанбай ойнады. Жоқ, Құдайберген де Қопаргүлді ойнады. Пістегүлді Тоқсын Құлыбеков ойнады. Ибангүлді Мұхамбетжан Мырзакеев ойнады. Сосын тағы да бір қызды жаңа кім ойнады? Қадырбек Демесінов. Ол фигурный бір қыз болып ойнады. Ол да неде бар? YouTube-та бар. Мисс 96 деп аталады.